Silvano, кейіпкерлері ме кітап оқыдың ба? Осы қалды мен кітапты оқыған біреу едім. Бибінұр, саған сұрақ қояйыншы. Оқып жатқан кітабың бар ма? Бар. Қандай? Гауһартас. Гауһартас. Авторы кім? Автор Дулат Исабек. Аяқтадың ба? Жоқ, әлі жартысы бар. Басы неден басталды оқиға? Ыбырышты сипаттады. Қай кейіпкер ұнады? Салтанат. Салтанат. Ол несімен ұнады? Ақкөңілділігі. Ақкөңілділігі. Риза болып тұрмын, Гауһартасты оқиды деп ойлаған жоқпын. Тамаша, жалғастыра бер. Қарғанда оқимын. Қарғанда оқимын. Өзіңде кітап бар ма? Қандай тамаша, иә, керемет. Біздің сынып мектептің оқушысы. 90 Бибінұр. 6-шы сынып оқушысы. Кездесіп қалып, жұмысқа келе жатыр. Тамаша. Ал сәттілік тілеймін. Сәлеметсің. Ай, алла күніңізде бір кітап оқыдыңыз ба? Құныс-керей деген бар ғой. Құныс-керей деген кітапты оқыдыңыз ба? Өзінің әңгімесі соның ішінде енді сіздің өміріңізге бір пайда қасатын жері болды ма? Пайда қасатын жері олда әкесін жерлегенде небір ақтар баяғы ғой, сәбәтік баяғы. Ол енді банд болып кеткен ғой, жаңа үйіне бір қонағы келіп, қонағы неден қашып жүрген. Жоқ деген баяғы. Соны қорғайын деп, соны кетіп қалып жауды. Соны келмейді деп, аналар кетіп кеткен ғой. Сонда келген, әкесін жерлеген. Солар ұнады ма? Сол жер әскер тұрғанда, бей тұрғанда келіп әкесін жерлеп кетті. Бұлай әңгімесі көп шынды, қызық кітап ғой. Баяғы соғысқан жылдармен. Бүгін 23 сәуір кітап күні ғой. Ұмытып қалдым көзім. Сосын сұрап жатқаным осы. Есіңізде қалған кітап бар ма? Рахмет ағай. Шағын, қысқа да нұсқа. Хроника. Жоқ, хроника біз мысалы Толстойдың «После балысы» бар ғой. «После балы» деп айтқаны, бас кейіпкер балға келеді, полковниктің күйеу баласы бар, будущее. Анау жалғызтегір қызы бар. Сол ол мына оның екі несін көрсетіп тұрды, жұмыстағымен, өзінің армиядағы несімен, сыртта шыққандағы бейнесі екеуі екі түрлі. Қызметінде бөлек, сыртта өмірі бөлек. Жаңағы күйеу баласы не келеді, балға келеді, сол жерде билейді. Мана күйеу баласы шығады ғой, бал бітті, енді кетіп бара жатыр, бір айқай шығып жатыр. Сол жерде мана подполковниктің приказымен бір солдатты соғып жатыр. Неге олай? Енді ол подполковник, такой видный, любил дочь, жақсы, неге олай болды? Екі естілігін біле ме сондай? Өзінің қызды жақсы көрсе де, ең соңында көшіп үйленбейді. Ананың қандай екенін жұмыстағымен кесілген көтсіз. Лицемерие. Екі жүзділікті көріп қалды, иә? Біз оны кінәламаймыз. Солдатты приказ ғой. Олар біз мына бостандықта жүрмейді ғой. Олар не хотят убивать, но они убивают. Приказ ғой. Потому что приказ дал он. Енді сол жерде мынандай ғой, адамның жаңа адамшылық несін сақтау керек. Но ана жігіт соны біліп үйленбейді оған, үйленбей кетеді, потому что увидел и дочку, а на самом деле дочка не виновата. Он полюбил, сол жерде билейді. Тек апарлығын ол мына жерден білеміз. Биге шақырады. Ана жігіт шақырып отқанда папасы алып кетеді. Единственная дочка билейді. Билейді. Қысқа бір екі беттік не, бірақ манағыдай әсер қалдырады. Сонда неге «После балы» десе, екі картинаны көрсеттік. До и после балы. Ана жігіттің өзінің сондай ойға келгені, мен қалайша оны жақсы көрдім де тезде папасына боласың. Сондай бір қысқаша. Астарында көп мағына. Көп мағына. Кәусар, оқып жүрген кітабың бар ма? Қандай кітап? Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Баяки, Кидияки, да? Оның ішіндегі екі кейіпкердің айырмашылығы не? Кейіпкер дегенде екі әке бар, бір баланың екі әкесі бар. Біреуі өзінің досының әкесі, ол бай болып келеді, өзінің түпкі санасы бай болған соң ол деген ақша көп табады. Ал біреуі өзінің туған әкесі, ол деген кедей болып келеді да, себебі өзінің түпкі санасы келеді. Бірақ жұмыс жасайды оның әкесі, иә? Жұмыс жасайды, бірақ сол жұмысты өмір бойы жасап келіп, бірақ үлкен жетістіктерге жете алмайды. Екі баланың аты кім? Екі баланың біреуі Майк, екіншісі
роберт тағы басқа кітабың бар ма осыған дейін оқыған? осыған дейін сол роберт кийосакидің екінші кітабы бар, ол квадрант денежного потока. Сол оқиғаны кішкене қосып тұра басқа бизнес туралы айтып кетеді, солай қалай даму. Жалпы сені қызықтырады сонда қаржылық бағыттағы кітаптар, иә? Қаржылық бағыттары, себебі мен әкемді көп қызықтырады, әкем күнде кітаптар алып келеді, сол барлығын оқимын. Жалғастыра бер. Бөлек басқа әдеби кітаптардан оқыған кітабың болды ма? Әдеби кітаптарды қиын негізінде. Махамбеттің соңғы сөзі бұл автор Мұхтар Шаханов болып келеді. Басым кесіп алды дейді, иә? Түсімде. Осылай басталады, иә? Және де әке үкімі. Әке үкімі екінші бөлім, иә? Әкенің үкіміне келісесің ба? Дұрыс па? Дұрыс деп ойлаймын. Не істеді ол соңында? Әрине баласын істеген ісін қабылдай алмады, ол үлкен ұят болды ол үшін, және де баласын өмір бойы қиналып жүрмесін деп. Сонда шешімі не шығарды? Шешімде баласын өмірін алып кетті. Өзі өлтірді ме? Өзі өлтірді, басқа өскенде өмір бойы басқалардан қиналмасын деп. Өзің қатарластарға не айтар едің? Қандай кеңес айтар едің? Адам деген осы өмірде өзінің жетістіктерге жету үшін, мысалы бай болу үшін, ол адамның жетістіктері түпкі санадан басталады. Түпкі санадан, иә? Сананы өзгерту керек. Тек солай өзгерткенде ғана деңгейі қандай болады, сол жерге шын өмірдегі жетеді. Тек сол жерде Қантарихасар азаматымыз 8-ші? 8-ші асыныбы. Тамаша, рахмет, көп мағлұмат алдым. Сымбат, дәл қазір уақытта оқып жатқан кітап бар ма? Қандай? Том Сойердің кітабы. Қанша бөлімнен тұрады ол? Көп, иә? Иә, көп. 30-дан асады, 35 тарау болу керек. Жақсы. Фариза оған оңғаш сынып аударған. Иә, қазақ тіліне аударған түр. Қазақша нұсқасын оқығансың. Том Сойердің әпкесінің аты кім? Поли әпке, да? Басында кейіпкер қандай болады? Өте Қырсық, сосын. Иә. қашып кетеді. Соңына қарай қалай өзгереді? Өзінің ойын дұрыстап. Ойын өзгертеді, иә, жақсылыққа қарай. Рахмет, Сымбат. Айын қайырды. Бір-екі сағат сол дәл уақытта оқығандар кітабы бар. Иә. Соңғы оқыған кітабының аты Лев Толстойдың екі қария әңгімесі. Елесі мен Ефим дейтін екі қария туралы. Ол екі қария көп уақыттан бері Қудысқа баруды жоспарлап жүреді, бірақ сәті келмейді. Әркімнің өзінің себептері болып қалады. Әсіресе Ефимнің көп себептері болып, Қудысқа бара алмай қалады. Одан кейін екеуінің бір сәті келіп, екеуі жолға шығады. Ефим өзі ары қарай жолын жалғастырады, ал Елесе бір үйге су ішемін деп кіріп, сол үйде сол үйдің адамдарына жаны ашып қалып қояды. Олардың жағдайларын жасайды, көмектеседі. Нашар болады. Өлетіндей халде болады. Оларды аяққа тұрғызып, өзі жоқ болып кетеді. Ал оны Ефим Қудысқа Елеседен келмегенін білмейді. Бірақ ол Қудыста үш күн қатарынан Елеседе көретін болады. Ефимнің осына деген түйіні Қудысқа Құлшылық ететін жерде ең бастысы ниетінің таза болуы бар. уайымы не болды Құдысқа барғанда да? Арада жаңағы үйін ойлап жүр, балаларын ойлап жүр. Үйінің шаруасы қалай болады. Ал Елесе ештеңе ойлаған жоқ, ол тек жол бойы дұға тілеумен. Ол кері қайтты, ол бара алған жоқ қой. Иә, кері айтып өткен оның үйіне айтқан жоқ. Ақшам жоғалтып алдым. Иә, ақшам жоғалтып алдым, ақшаны ала жетті. Ол барған жоқ, ауылына қайтып келді. Келгенде кімді көрді? Көршісі келді ғой. Иә, Ефим бар. Жақ қойма. Иә, сен неге? Мен сені көрдім ғой дейді, иә? Иә, мен сені көрдім ғой дейді. Соңында түйген түйіні, менің емес сенің қаржылығын, ниетің таза болған ғой. Ладно, алдарыңызда, иә, кітап жәрмеңкесі деп ойлаңдар. Қайсысын таңдар едің өзіңе? Және оны неге таңдайсың? Қай кітапты алар едің? Мен Шуханияны таңдар едім. Ал ғой. Ерасыл, сен қайсы кітапты алар едің?
Tağlım tamşılar. Алау. Нақ жарқын. Алау. Сұрақ. Неге таңдайсың бұны? Кітапты таңдаған себебі әлемдік бойынша ең көбісі танитын тілдердің бірі ағылшын. Болашақта керек тілдердің бірі. Мысалы мен мына сөзді қазір өттім. Long. Бұл ұзын деген сөзді білдіреді. I want to change. Бұл дейтін, мен дейтін бірдеңені өзгерткім келеді деген мағынаны білдіреді. Мен тағылым тамшылары деген кітап таңдадым. Менің таңдауымның себебі бұл жерде ғибратты әңгімелер жазылған және мен содан үлгі алдым. Иә. Бір шығарманы ішінен көзіңе түскен қай шығарма? Көзіме түскені уәдеге беріктік. Уәдеге беріктік? Жақсы. Оқушылар, бүгін 23 сәуір ұлттық кітап күні өткенін бәріміз біліп отырып қоя. Мен неге бұл кітаптарды алып келіп, үйінде кітапханадан елге бәрін көтеріп келе алмайды. Сондықтан мынаны неге әкелгенімді айтайыншы. Бұл менің бала күнімнен келе. Түріне қараңыздар. Көріп тұр ма? Қанша жаста? Ал мына кітапты 9-шы сыныпта қыздар сыны деген, қыз сыны деген байқалады. Сонда бізге шаш бойы тапсырманың бәрі, келетін сұрақтың бәрі абайдан келеді деп. Мен осы энциклопедияны ашып, керектілерді жазып, астын сызып тұрып, дайындау. Осы кітап маған түгел бәрі бар ішінде. Неге? Оқыған кітабыңыздан белгілегендерді оқып беріңізші. Ал мен мына бетті 426-427 беттері толықтай сызықтың астына. Бұл Абайдың әйгерімнен туған баласы, Тұрағұл Абайдың жазып қалдырған елегі. Мінез машықтары. Мен әкемнің кіші жамағатынан туған тұңғыш баласымын, яғни әйгерімді айтып тұр. Әкемнің 32 жасында жастықтың алғашқы арыны басылып, жігіт ағасы болып қалған кезінде туғанмын. Мен әкемді танығанда әкемнің жүзі ашық, ажары сыртында, көзі өткір, ашуы да, қуануы да жылдам, ширақ жанды адам еді. Мәжілісі қызықты, сауықшыл, дастарханы аса мол еді. Маған десе малай, малшы, қызметкер қатынның да болса, бір тәуір мінезінің қылығын тауып, жақсы көріп, ойнап, қалжыңдап отырар еді. Еш уақытта іші сүймеген, сенбеген адамымен мәжілістес болып ұзақ отыра алмаушы еді. Бір ғадаты жақсы атқа, қыран құсқа құмар еді. Өзі 2-3 жыл салтанатын келістіріп, құсбегілерін, мергендерін сайлап құс салыпты. Балаларының әрқайсысына құс салғызды. Менің әкемнің топта билікке тартысып, айтысып, сөзін сарқа сөйлеп, суырылып отырғанын көргенім жоқ. Байлаулы жерінен қысқаша түйем сөзді ақырын айтса, тоқтаса қалушы еді. Менің әкемнен басқа разы іздеп жүгінетұғын адамды көргенім жоқ. Жалпы ұрылар айтады, Абайдың алдына өтірікпен бара алмаймыз, жанымыз қалса, шын сөзіміздің арқасында қалады деп. Оқырманды іздейміз, жобаны әлі жалғастыру керек қазір. Мұхтар Шаханов, короче, қаларым 2 минут, 3-4 минутқа сөз берді деп айтады. Сосын оны Мұхтар Шахановқа сөз берді деп залға кіргізгеннен кейін Мұхтар Шаханов Арал туралы айтады дейді ғой. Сөзді Арал туралы айтпай, жаңағы 90 жылдығы бәрін жайып салады. Көтер ғане басынды, өмірді босқа өткізіп едім, тағдыр неге айтысырадым, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мүлінбейді деп, ақ көйлегін кірлемейді деп, қара ешкі мүжеген ағашты қайтадан гүлдемейді деп, кім айтты адамдардың барлығы арайда мейірбан деп. Сабрина, соңғы уақытта оқып жүрген кітабың бар ма? Иә. Қандай кітап? Агата Кристидің детектив кітабы Агата Кристи убийство Балфилетов. Осы шығармада қатты әсер еткен кейіпкерді айтыңызшы. Қатты әсер еткен маған ең ұнағаны Эркюль Пуаро, ол детектив. Ол өз өмірін күшті атқарады, он очень интересно ведет следствие, и мне очень нравится его книга. Өзің кітап жазсаң, атын қалай қояр едің? Сол кітапты ма? Мысалы, иә. Интересное убийство посреди ночи. Рахмет. Оқыған кітаптар бар. Бар, атын айтшы.
Белые ночи Достоевский бар. Соның ішінде қай кейіпкер ұнап қалды өзің? Главный геройлар ұнаған маған. Аттарын ұмытып қалдым, 1 жыл бұрын оқығанмын. Бірақ оқиғасы есіңде ме бір эпизод? Иә, типа главный герой бір бала, андай өзінде бір жақсы көрген бір қызға барған, оны күткен сондай ғой. И сол типа эпизодта самое главное типа то, что в любовь надо верить, какой бы она ни была день. Қайсысын айтайын саған? Палата номер 6 мне нравится, Хамелеон нравится, поучительный, өмірден алынған оқиғалар да. И такие герой сейчас среди нас қазіргідей бар ондай. Бұл бәле жыл бұрын жазылса да, қазір бар. Сен жазып тұрсың ба? Жақсы. Именно для детей, для современного общества, қазіргі заманның балаларына Чеховпен қазақ тілде Абайдың қара сөздерін, сосын Чеховты, Толстойды орыс әдебиетінен қазіргі заманның балалардың тәрбиесіне өте пайдалы әңгімелер. Менде кітаптар көп, кстати. Тамаша, сіздің кітапханаңыз, иә? Кабинетте. Чехов у меня полностью. Толстойды жақсы көремін дейді. Толстой жақсы, иә. Вот Чингис Айтматов, Плахов в 11 классе сейчас мы проходим. Мынаның артында да бар кітаптар. Соңғы оқып жүрген қандай бағытта оқисың кітапты? Мен кез келген бағытта оқимын. Детектив, жаңадан тіл туралы кітаптар оқимын. 9 тазы деген бір не бар, кітап бар, соның ішінде бір әйел адам бар. Психолог арқылы жұмыс жасайды, сол арқылы кез келген убийцалар соға. Кез келген қылмысты табады, иә. Ең бірінші бөлімде оның әкесі көз алдында өледі. Ол сағат 8 жарымда кәдімгі өз уақытын санап барады. Ол андай өскенде полиция сондай болған деп ойлаған. Дәл алдында әкесі жатыр. Убийца жаңағы өз адамы болып шығады. Пазл тістеп кетеді. Оның досы көмегі бар, суретші. Ол да тоже пазлдарға Н деген ағылшынша Х деп оқылады. Сол әріптерді тістеп кетеді. Ең бірінші кіргенде не істедім дейді. Мен есікті кірдім, сразу есікті ашып қалдым, інімнің комнатасын дейді. Інімнің өліп жатқанын көремін дейді. Ана әйел айтады балаға, сен сағат нешеде келдің, оны нешеде көрдің, соны бәрін маған айтып бер. Ана үндемей отырады да, жақсы, онда мен бастайын дейді. Мен үйге келдім дейді да, бір-бірдің сөздерін қайтарып тұрады. Сосын мен комнатаға келдім, жерде қан, ысты жылы қан жатады, мен әкемнің көз алдында өлгенін көрдім дейді. Анауға барады да, өз-өзінің артына шықпады, мен кухняға бардым, пышақ алдым. Осы жерден ұсталды ғой, да? Басында ол өліп жатқанын көрдім деді. Не себепті мен өлтірмедім деп сұрайды. Маған қызық болды, сенің логикаң, және сені зерттеуің керек еді. Мен негізі сен болмасаң, осы өлімді осы жерден тоқтатып кетер едім. Бірақ сені көріп, мен таң қалдым деді да, уже андай интерес ашылған адам өлтіруіне. Ойлаған ғой, бұл қыз сенімді ақтайды, полицияға үлкен жауапкершілік танытады. Ешкім бұған сенген жоқ, бірақ каждый айғақтың бәрі сол жерде болған. Қатарластарыңа, замандастарыңа не айтар едің? Қандай ұсыныс айтар едің? Ұсыныс жасағанда детективтер қызым. Өзің қанша уақытта оқып бітіресің бір кітапты? Бір аптаның ішінде 1-2 кітап бітіре аламын. Соңғы оқыған шығармаңыз? Ай мен Айшаны оқыдым деген. Пойызды оқыған сияқтымын алдыңғы жыл. Ай мен Айшаны. Шерхан Мұртазамен соны оқыған сияқтымын, Ай мен Айшаны оқыдым. Сол анасы сізге қалай әсер етеді? Бұрынғының кәдімгі өзіміздің адамымыз сияқты ана ғой. Мұндай аналар қазір енді. Бала үшін қайған адам істейді ғой. Төтеп берді, иә бәрі. Иә, төтеп берді. Соны оқыдым мен. Алдыңғы жылы Астанаға кетіп сол статусқа сол салғанда жұрттың бәрі осы кітапты берші деп сұратын адамдар болды да. Ашынып кеткен кезде қарғады ғой. Иә. Дауысын шығарып тұр, бар даусымен. Сол кісінің ең соңында наласына ұшырап қалған. Иә, негізі ананың несіне қалмау керек деп айтады ғой, наласына. Бүгін кітап күні ғой дейсіз. Сіз кітапханада жасағаныңыз қанша жыл? 2010-нан бері ғана. Қай кітапханадан бастадыңыз? Мен 13-тен бастадым, 13-ші мектептен бастадым, 2009-да бардым. 11-ші жылы осында мектепке келдім. Өзіңіздің жақсы көретін кітабыңыз қалай? Мен Абай жолын жақсы көремін ғой. Ең бірінші қашан оқыдыңыз оны?
мен мектепте жүргенде оқыдым. Сосын берде оқыдым ғой, қайтадан жаңартылып шығады. Рахмет апа. Иә, бүгін кітап, ұлттық кітап күні, иә? Олай болатын болса, кез келгенің біреуің айтыншы, маған қатты ұнайтын кейіпкер мынау деп айтыңызшы. Сержан. Сержан сақталып қалды. Неге? Мамасынан жүрген, жалғызсырап жүрген бала. Жалғызсырап жүрген бала дейді, өте дұрыс айтады. Көп пайдалы зат кітап. Кітап оқыған жалпы жақсы ғой. Сүйекшіні білесің. Иә. Автор. Ахмет, маған Дулат. Табек, Исабек. Өте жақсы шығарма. Сүйекшінің әкесі кім? Сүйекшінің әкесі жаңа атын қалып тұрмын. Құдық қазады ғой. Құдық қазып. Қазады. Құдық қазып. Бала шағасының семьясын асырайды ғой, сөйтіп жүріп. Бір байдың баласын өлтіріп алады. Баласы жаңа құлдық. Өзі өлтірейін деп өлтірген жоқ, иә? Аналар өздері үстемдік көрсетеді. Өздері келіп, иә. Жәбір көрсетті. Ашынғаннан жұмсақ қалды, иә? Ашынғаннан, ана екеуі байдың екі баласы келіп жабылады ғой. Соның зардабын кім тартады? Баласы тартады. Әйел тартады. Кішкентай баласы да шетінеп кетеді сол неде күтістігіне. Иә. Рахмет, иә. Бүгін қандай күн екен білесің ғой? Бүгін кітапшылар күні ғой? Кітап күні, иә, ұлттық кітап күні. Оқырмандарды іздейміз тақырыбымен іздеп жүргенін. Рахмет. Кезеңде жыр эстафетасы бағыты бойынша жүлделі 3-ші орын иегері Жылой ауданы нөмірі 16-шы Жасыбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Өнеген Аяру марапатталады. Жетекші Иппаула Бақытгүл Александровна. Құтты болсын марапаттарыңыз.